па шіркін япырмай дейтін табиғат аясында па шіркін япырмай дейтін кісіні түсірейін деп жатырмыз. Ассалаумағалейкум, мен Ерғазы Әзімханұлы, бұл Майкар КЗ арнасы. Әдеттегідей жұлдызды шолу уәде еткендей бүгін қонақта қазақ авто контентінің, қазақ авто блогингінің атасы, аңыз адам Олжас Оқас және де оның көлігі Chevrolet Tracker. Кеттік! Көзді ашып жұмғанша фух өтіп өте шаң. Машинаның іші түтін сырты шаң-шаң. Бір орында тұрмай қозғалыста болсаң, жылынасың тоңсаң, как минимум. Ал белгіленген уақытта, белгіленген жерде Олжекең дайындыр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қалай Қош екен? келдіңіз. Рахмет. Енді біз жақсылап зейін қойып тыңдауға дайынбыз. Енді аңыз деп таныстырдым. Құдай қаласа Chevrolet Аңыз деп айтуға ерте әрине. Білмеймін, біз айтамыз. Бәріміз мойындаймыз, айтамыз. Сол үшін қабылдау керек. Таста. Енді Chevrolet Tracker'ді Құдай қаласа шолуға бізге жасап берсеңіз. Иә, кеттік. Бірақ бірден айтайын, интервью бергенде мен кішкене скучный адаммын да. Өз видеом жасағанда әйтеуір деп Апыр-топырын шығарып. Иә, жанымды жеп айтам, ал интервью берген кезде бүйтіп қалам. Енді сөйлейік осы машина туралы. Былтырғы жылы тамыз айында, қателеспесем, тамызда алдым машинаны. Мінекей жарты жыл болды. Дән ризамын автомобиліме. Еш ренжіткен жоқ. Жүрісі жарты жылда небәрі 5000. 5-6 шақырым жүрдім. Иә, өйткені мен шетелде жиі болам. Көріп тұрсың, машина кір. Мен жарты ай қалада болмадым. Әлі майын ауыстырмадың? Майын бір рет ауыстырдым. Бір рет па? Иә, бірінші ТО 3000-да ғой. Сол 3000-дан сәл асып бара жатқан кезде ауыстырып тастадым. Қалай екен жалпы бұл көлік? Машина маған ұнады. Бұл таза қалалық автомобиль, компакт кроссовер, парковкаға, қаланың ішіндегі тар көшелермен жүргенге өте ыңғайлы. Және үнемдеуге. Аз жейді. 7,5 литр. 7,5-8 Көлемі қанша бұның? 1 литр турбо. 1 литр турбосы, Бірдеңе айта кетейін, Таяуда Tracker жаңарады. Несі? Моторның көлемі 1/2 болады, бірақ 3 цилиндр әлде. Жалпы 3 цилиндр деген даунсайзингтің әсері ғой. Қазіргі таңда көптеген автомобильдер, әсіресе компакт кросстардың барлығы турбиналы қозғалтқышпен шығып жатыр. Қытайлар қаптады. Чанянь, Черри, Джили, барлығы турбо моторлар. Осы брендтердің барлығы турбо моторларды алып келіп жатыр. Осы жерде жаңалық айта кетейін, біз кәсіп бастадық ағаларымызбен бірігіп, Қазақстанға Хуанхай деген жаңа бренд алып келдік. Хуанхай? Пикаптар, ол мүлдем болмаған Қазақстанда. Тіпті біз кедендік рәсімдеулерден өтетін кезде, оның мысалы кез келген көлік бізге келсе евро СРТС-мен алып келдің ғой сен, жеке тұлға ретінде. Иә, жеке тұлға ретінде екі машинаны кіргіздік, бірақ оның несі болу керек екен? Европалық стандарттарға сай сертификаттары болу керек екен. Ол сертификаттары Қытайда 100-ге жуық компания болса, соның көбісінде жоқ екен мүлдем. Ондай, ол тек қана ішкі нарыққа болғандықтан. Қытайда миллион бренд бар ғой. Иә, өздерінің сертификаттарын өздеріне жасайды екен да, өздерінің ішкі нарығында сата береді екен. Сол үшін бізге құжат жағынан қиын болды, бірақ алып келдік. Түсінікті. Осы машина не үшін әзірше маған лайық деп ойлаймын, өйткені мені қанағаттандыратын негізгі опцияларының барлығы бар. Диодты шамдар, 17 дюймдік әдемі дисклер, ең қатты ұнайтын дизайны күшті. Неге осындай компакт кроссовер, неге седан емес, неге үлкен кроссовер емес? Өйткені бұл иерархияда ортада тұр да. Қатты кішкентай да емес, үлкен де емес. Менде шағын отбасы, 2 балам бар. Қызымның бала арбасын артқа салғанға ыңғайлы, сүйіп кетеді, көлемді. Артта 2-3 адам емін-еркін отырады, аяққа орын көп. Сонысы мен ұнады. Бұл Redline айтпақшы, мінекей қызыл акценттері бар. Салонда тігістері бар, қызыл. Сол кезінде 11 миллион теңге тұрған, кезінде онда былтыр ғой. Қазір сәл қымбаттаған шығар. Немесе жақында қымбаттайды, өйткені үнемі прайстар жоғарылай береді ғой. Бір арзандаған машинаны көрмейміз ғой. Жақсы, бұның мен не істедім, қарадым, адамдардың айтқан пікірлерін қарап шықтым, осыны айдаған адамдардың. Несі, жүк салғышы көлемі кішкентай деп жатады. Келіспеймін.
Бұдан әлдеқайда кішкентай жүк салғыштар бар. Мысалы осы баға сегментінде Cherry Tiggo 4 Pro деген автомобиль бар. Қытай. Иә, екеуін салыстырғанда менікі кеңірек, салоны да, жүк салғышы да. Артқы қаттарында 4 Pro'да аяғың кішкене алдыңғы орындыққа тиіп отырады. Ал мына жерде емін-еркін отырасың. Сосын жүк осының несі классында, Nissan. Иә, бірақ өте ескі модельге қазір жоқ қой ресми. Сатын. Иә. Жақсы, одан кейін тағы да бір пікірлерден оқығаным, көп деп жазылғандарды айтып жатырмын. Жолда жүрген кезде бір қатты не алған кезде, жылдамдық алған кезде дірілдеп, ұшқалақ болып, ондай ұстай алмайсың дейді машинаны. Енді ол қандай жылдамдық? 320 мен жүрген азаматтар айтқан шығар. Жоқ, 80-90 мен тауға қарай бара жатқан кезде дейді. Тауға қарай қандай жолмен? Қандай жолмен? Жаман жолмен жоқ, білмеймін. Жаман жолмен болса, қазір мен S класста дірілдеп кетеді ғой жаман жолмен. қазір бір минут цитировать етіп оқып бере аламын. Дәл сол жерде. Сосын Көлсайға демалуға баратын болып, осы машинамен баруға бел будым, бірақ қалада комфорт сыйлап жүрген көлігім ұзақ әрі түзу емес жолда есімді шығарды. Шайқалып қоқаңдай береді екен. Шек қарнымды ақтарып тастауға аз қалды. Тек ақырын 60 км/сағатмен жүріп едім. Шайқалғаны кішкене бәсеңдеді. Қаладан шықпай айдауға арналған көлік екенін сонда білдім дейді. Өз сұрағына және өз уәжіне өз жауап берді ғой. Қалаға арналған көлік деп айтып тұрып, тауға қарай дірілдейді дейме енді. Кішкене күлкілі. Бұның негізгі екі минусы бар. Біріншісі, қысқы пакет жоқ. Қысқы пакет жоқ болса, мынандай қолғабың болу керек. Үнемі таңертең орнынан қозғалып жүре бастағанда, рөл ұстағанда қолың тоңады, сондықтан қолғабым жанымда әрқашан. Бұл міндетті түрдегі аксессуар. Иә. Көтен жылытқышы да жоқ, алдыңғы терезе жылытқышы да жоқ, бірақ бұның бәрі дефицит үшін. Бұл машина микросхемалар жетіспей тұрғанда сол кезде құрастырылды Қытайда. Сондықтан бәрібір машина сату керек қой. Компоненттер жетіспесе де кейбір нәрселерден опцияларды азайтып машинаны сата берген. Сол кезде алдым ғой мен машина. Ал келесі буыны деп айтайық, енді жақында келе жатқан 1.2 қозғалтқышы бар трекерде көптеген опция болады, қосымша опциялар. Екінші минусы аккумуляторда. Әлсіз ба? Жоқ, минус деп жазылып тұрады. Ең несі бұның қатты прям минус деп айтатын нәрсесі деп қанша адам жазған, минусқа қойған дыбыс изоляциясы екен. Дыбыс изоляциясы ма? Иә, қазір мен есіме түсіп отыр, жүргеннен кейін естігеннен кейін қырт-қырт естіліп отыр. Сосын турбинасын дауысы қатты шығады дейді. Иә, онысы рас. Ол характерный. Ол мотор жаман істейді деген сөз емес, просто өзіне характеристикасы. Redline өзіңе джиптер қызыл. Пойдет, нервға тимейді, самое главное, нормально. Вот так и должно быть. Мен уже мына трекермен жүре бергендіктен басқа трекерлердің бәрі осындай екен деп ойлаймын. Простой қылып отырсам, ол жоқ, уже кішкене странно. Онша мистей болып тұра ма? Иә, панель қарапайымдау болып көрінеді. Сосын мынандай жоқ қой деймін олар, простойда. Панорамасы әкедемі ғой? Әкедемі? Панорамасы кішкентай деп ойлар жазып отыр. Главное бар. Бар, иә. Класты. Сторис түсіресің ба, пожалуйста. Камрида жоқ па? Корейский камри болмаса. Маған негізі осы жаңасының дизайны өте қатты ұнады. Бұдан кейінгісі тіпті әдемі болады деген ойдам. Біріншісі ұнамайтын. Біріншісі несі бар ғой, 2013-тен бастап шыққан. 1.8. Ол андай. Иә, ол ертеде шыққан, ол өте андай мораль тұрғысынан тозған. Бұл машиналардың барлығы Қытай, Бразилия, Мексика сияқты, Индия сияқты нарықтарға арналған. Тағы да бұны алып жатқан кезде қандай альтернативалар болды ойда? Осын алам ба, мұнан алам ба деген сияқты таңдаудың арасында. Мен машина сатып алған кезде бұл бағаға есі дұрыс, жөнді ештеңе тимейтін. Сондықтан тоқтады бір жағынан. Баға ең басты рөл ойнайтын нәрсе ғой, автомобиль сатып алғанда. Қалтаңа қарап көсіл демекші, осыған ақшам жетті. Жақсы. Сосын бұның атауы бойынша кейбір елдерде бұл Ресей мен тағы да қай ел ұмытып тұрған бір елден басқа елде осылай трекер деп аталады екен. Ал Бразилия деймін. Қалған елдерде бұл тракс деп аталады екен, тракс деген атпен шығады екен. И оқылған кезде андай орысша оқысаған андай соңы X Х болып тұрады екен да. Сол себепті Ресейде түсінікті немен. Америкада менің білуімше қатар сатылды. Екеуі бірге ма? Иә, тракс, тракер бәрі болған. Қазір Trailblazer
дұрыс Chevrolet Trailblazer. Trax деген модельге ден қойып, олар тура сондай 1.2, 1.3 литрлі моторларды орнатып жатыр. Унификациямен сол Traxқа көбірек ден қойып сатпақшы, көбірек сатпақшы Америкада. Сондықтан енді біздің нарықта бола береді ол әзірше. Бұл қытайлық машина комплекті ғой, былайынша айтқанда. Қай жақта жиналғаны бұның? Сарыарқа автопромда құрастырылған. Жоқ, біздікі, біздікі. Ал негізі қайсысы жақсы деп саналады? Өзбекстандағы, біздегісі, сосын тағы да жиналатын жерлер бар ғой. Соның қайсысы бүйтіп сапа жағынан, бүйтіп адамдардан айтқаны, менікі мына жақта жиналған еді, мына жақтан алып келген едім деп айтып жататындар жоқ па? Мен мініп көрдім өзбекстандық трекерге, жаңасына. Қалай? Қатты айырмашылығы жоқ, өйткені ода 7 жылғыға ғана артық күші. Ол аса сезілмейді. Ал салонда құрастыру бойынша менікі жақсырақ секілді. Расымен солай көрдім. Кәдімгі білініп тұра ма қатты? Қатты білінбейді енді, сәл. Түсінген адам ғой, иә? Жақсы. Енді Олжекеңнің айтуы бойынша көлік сіздерге де ұнап жатыр деген ойдамын. Кеңес бересіз ғой да, 10 миллион, 11 миллион ақшасы болса адамдарға алуға? Кеңес бермеймін, әйтпесе мен бір жарнама жасағандай боламын да. Әркім өз қалтасына қарап көсіледі ғой. Қазіргі таңда Қытай модельдері арасында да бұдан асып түсетін машиналар бар. Опциялар бойынша. Олардың 360 камерасы болады. Қандай қысқы пакет бірден төменгі комплектациядан басталады. Сосын үлкен панорама мынада да бар, бірақ олардікі одан да үлкен. Сосын дисклердің дизайны, жалпы сыртқы дизайны басқа. Капотын көтеріп жіберейікші? Сосын қауіпсіздік жүйелер бар қытайлық автомобильдерде қазір. Оларда көбірек болады, қауіпсіздік? Көбірек. Ал мынада ондай жоқ аса. Бірақ бізде қалыптасқан стереотип бойынша қауіпсіздік жүйелері Қытайларда көп дегенге адамдардың несі андай. Қытайларда қалай қауіпсіздік жүйелері көп болады деген сұрақ болды. Жалпы мынау турбомотор ғой. Енді осы адамдардың барлығының қорқатыны, жалпы мынау біздің таксиде жүрген бауырларымыздың қорқатыны осы моторлар турбо дегеннен қашады. Өйткені бұрында анау Volkswagen'дердің турболары деген білеміз ғой, VAG-тың турболары, олар кішкене андай бұзылса көп қаражат талап ететін жөндеуі. Сол секілді мына турболар қазір қандай болып шығып жатыр? Кез келген турбо қозғалтқыш күтімді қажет етеді. Атмосфералы мотордың майын 10 мыңда, 15 мыңда бір ауыстырсаң, бұныкін міндетті түрде 5 мыңда, ары кетсе 7 мыңда ауыстыру керек. Сол кезде ол ұзақ қызмет етеді. Ал төменнен стартта моменті турболарда жақсы білесің өзің. Қарқын көбірек. Жылдамырақ ғой. Иә. Бірақ жалпы мотордың ресурсы өте үлкен деп айта алмаймын, бірақ қазіргі таңда автомобиль дегенше жыл сайын ауыстыратын гаджет сияқты болып кетті ғой. Кәдімгі бұл технологияның гонкасы ғой. Анау былай шығарды, мынау былай шығарды. Қалай қызықпайсың? Мен бұл машинамен мәңгілік жүрейін деп жатқан жоқпын. Жалығам, бәлкім биыл сатып жіберем. Сондай ғой. Бізде не үшін мен бас қатырам, бұл мотор қанша жүреді, қашан жөндеймін деп. Жөндемеймін мен осы күймен, сатып жіберем. Дәл осы Олжеке, сіздікі сияқты мәдениет қашан қалыптасады бізде? Мысалы, қалыптасып келе жатыр жаймен. Осыған дейінгі, білеміз ғой біз, осыған дейінгі қазекеңдер деп айта беретін адамдар, олар ұзақ уақыт бойы ұстап жүріп өз бағасына сатқысы келетін адамдар, көлікті бұзылмағанын, ештеңкесін жөндемегенін қалайтын адамдар да. Сол себепті недегі Америкада білеміз, біз алып жатқан өмір айтатын анау Грузиядан келетін көліктер олар айдады, бір жерін сырды да барып өткізе салды да жаңасын алды дегенше, сол мәдениет қашан бізде қалыптасады екен деген. Ол үшін елдің әл-ауқаты жақсару керек. Біз көп ақша тапқанда, сол кезде сондай мәдениет қалыптасады. Сосын анда идеальный машина таптым, күшті екен, 2007-тен бері бір боялған жері жоқ, өтірік бәрі. Мына машина 5-ақ мың жүрген, кеше ғана салоннан шықты, мен соғып алдым артын. Соқтым да күшті жерге әдемілеп жөндеттім, өте қымбатқа. Өте сапалы жөндедім. Бамперін бояп берді күштілеп. Ешқандай айырмашылық жоқ зауыттан. Бірақ 5 мың жүрген машина соғылған. Ұқтыңыз ба? 250 мың жүрген машина қалай ол бір жер тиіп кетпегенде ба? Сол ғой. Грузиядан көлік алып жатқан кезде немен тексеріп жүргендерді көрдім. Толщиномер. Толщиномермен. Айналайын-ау, вин-кодын жай ғана Google-да терсеш, қандай жағдайда болғанын көресің ғой, Google көрсетеді ғой. Толщиномермен бүйтіп жүрген бір түрлі әрине. Жақсы, енді бізде сол мәдениет әзірге кәдімгі андай алдыңғы неде тұр.
бәрі сондай андай ұрылмаған соғылмаған деп бүйтіп деп кетеді. Мысалы жиындардың өзінде байқаймыз ғой, әдемі бір машина келе жатса, бірақ қазір солардың алдын алатын бағана жақсы жерден жұмыс істеткіздім деген секілді нелер пайда болыпты. Андай теміріне дейін тазалап тастап, бір химиямен, бір нәрсемен сөйтіп басын зауыт қылсап бояйтын жерлер пайда болыпты. Вот солардан бар, бірақ көп емес, иә, өкінішке қарай. Ондай мастерлерге кезек кәдімгі алдын ала 2 ай бұрын, 1 ай бұрын. Мен әйтеуір хабарласып жүріп, брат деп жүріп, әрең кіріп кеттім. То 3 апта күттім. 3 апта күте тұр, кішкене жүре тұр, сосын кел деді. Жөндеттім. Бірақ көрсетейін жүр. Бағасын өте қымбат алады. Біреу ана бірінші несін алыпты да, 2013 жылғысын, 2015 жылғысын. Келіншегіме алдым дейді, енді қиналып жүрмін дейді, сата алмай жатырмын дейді. Қозғалтқышы қызып кете береді дейді, термостат ашылып кете береді. Қалай дейді осы адамдар? Не үшін онда проблема болады? ГРМ-нің цепі жылдам өз несінен шығып кетеді дейді. Коробкасы тупить етеді дейді. Трассада өте капризный дейді. Тартпайды дейді. Мына бір андай қатты бір несі бар сияқты, андай налы бар болып жазған сияқты. Қытайлардың көбісінде робот, кейбіреуінде вариатор, таза автомат сирек кездеседі. Сол таза автоматты қатты іздейді адамдар. Иә, гидротрансформаторлы, классикалық. Мысалы Ресейде роботтарды мақтап, роботқа мінуге тырысып жатады ғой. Бізде ондай емес да. Енді сенім артып келе жатыр, қазір роботтар қаптайды. Алмада трекерде 6 сатылы автомат. Таза автомат. Осы жерде көбісі білмейді, автоматты вариаторды мысалы нарықтан көлік алып жатқан кезде қалай айыру керек екенін. Ол жерге айтып берсін. Автомат пен нені? Вариаторды, нені роботты мысалы қалай айырады? Біріншіден лайфхак сендерге жазып алыңдар, сақтап алыңдар осыны. Біріншіден менеджерге барып сұрайсыз, немесе спецификациясында жазылады вариатор немесе автомат. Жоқ, ол автосалонда ғой. Нарықтан алатын болса. Онда бісміллә дейсің да. Енді машина жүргізгенде сатын алмастыру бар ғой. Вариаторда ол негізі бір сатылы автомат деп атауға болады вариатор. Соңына дейін тахометр көтеріле береді. Иә, екі валдың ортасындағы бауы фазасын өзгерткен сайын машина қарқын алады. Вариатор сондай принциппен жұмыс істейді. Ол газды басқан кезде аңырайды. Спецификалы өзінің дыбысы бар. Автомат сат алмастырады. Механика сияқты дауыс шығады ғой, скотқа салып жатқанын көрінеді. Роботты? Робот автомат сияқты жұмыс істейді оны. Ажырату қиын. Былай әшейін ажырата салу қиын. Жазылып тұрмайды ғой, робот мысалы. Бұрында роботты андай бүйтіп, біртүрлі бүйтіп салатын еді ғой, дыға бүйтіп ше. Сөйтіп ажыратады, негізі бүйтіп салынса біртүрлі ол дроп. DSG деген сияқты. DSG деген сияқты. Ол типтроникте сондай. Кейіннен бәрі бірдей болып кетті ғой. Мысалы, мынау да типтроник. Енді өзіңше ең жақсысы қайсысы? Типтроник мысалы қайсысы жақсы? Классикалық автомат басты қатырмай, майды уақытылы ауыстыруға ыңғайлы, яғни жұмыс істеу, қызмет ету мерзімі үлкен. Робот пен вариаторға кішкене күтім керек, оны жиірек ауыстырып тұрған майын. Майын қаншада ауыстырған абзал негізі? Әр автомобильдікі әр түрлі ғой. Жалпы просто Corolla'ныкін алатын болсақ, 40 мыңда ауыстыру керек шығар, 40-50 мыңда. Corolla айдайтындар, эксперттер жазыңыздаршы. Кейбіреулері километражына қарамайшы, пікірлерге жазып отыр, жарты жылда бір ауыстыру керек дейді. Жоқ. Ол жарты жылда, мысалы, мына машина қанша болды алынғанда, бір жыл болды, 5 мың километр жүрген. Иә. Коробкасын ауыстырмаймыз ғой майын? Жоқ, ауыстырмаймын, бәлкім ешқашан ауыстырмайтын шығармын. Негізі эксплуатацияға белгіленген ғой, майының ресурсы ма? Иә, ресурсы. Солай. Сен жақсы? Ешқандай проблема болмаса, не үшін ауыстырып, ашасы керек емес. Қай жерін? Қалай? Иә, багаж қақпағы мына жерден. Морт майысты. Қандай көлік кіріп кеткен? Көлік емес, әйелім артқа беріп. Столбқа ма? Саньонг деген минивэн бар.
соған корейлердің иә мә Саньонгтың қазіргі ең соңғы шыққан машинасы керемет деп маған ұнады. Бір ана түрі де бір ана Торрес. дизайн. Иә. Өте әдемі. күшті Мә Қазақстанға қашан келеді екен деп жүрген. иә алып келуге болады Кореядан Кореядан. иә бірақ әзірше олар жаңа кішкене 1-2 жылдан кейін Тексеру керек. иә былтыр ғана шықты ғой жалпы сол Торрес деген автомобиль өзің айтып тұрған Саньонгты құтқарып қалды Иә. Банкротқа кетіп Иә. қалды. мына 100% сатылым деп аламыз ғой жартысы Торрес және сол Торрес Кореяда сатылым бойынша топ 10-ға кірді сол міне Қатты жұмыс істеген сияқты инженерлері бар ғой. аха шағын болса да біраз зат сияды қыста қар тазалайтын Екі баланың жастары қаншада? үлкен 6-та хоккеист кішкентай қызым 1 жаста 1 жаста? Иә. 1 жастағының несі сия ма? сияды иә спокойно Ой, лақтырамын да жүре беремін Бопты ғой да ол жетсе болды ғой. міне мына жер майысқан тұғын қара қандай әдемі қылып жасаған Әдемі. Енді кім талшинамермен келсе де үндемей тұрамын. мен оны ашық айтамын ғой братан мынаны мен 600 теңгеге боятқам деймін ғой Жоқ, дизайны жақсы негізі. 10 миллион бәрі жарық диод әдемі болады Тек қана жаңа айтқан опциялары жоқ демесе, анау иә енді оған көз жұмуға болады енді қанша дегенмен машина қымбат емес қой бұл арзан автомобиль деп есептеуге сымсыз болады кіру жүйесі бар екен. иә негізгі айтып тұрмын ғой негізі маған керек опциялардың барлығы бар Неге ақ смарт кілті бар Неге ақ солай түсті мен ақ түсті жақсы көремін әдемі сосын дискілері қараланған осы жаңа RS комплектациясының Redline-ның дисктілерінде де мына несі бар екен, сызықтары бар екен қызыл. Иә? иә Redline-ның айырмашылығы осы Тағы кәне артына отырып көрейінші мен. иә отырып көр Бисмилля деп. сосын міндетті түрде кейін Cherry Tiggo 4 Pro'ға Отыр, салыстырып па? аха жоқ ол машина қарқындырақ технологиялы Қатты үлкен деп айта алмаймын, бірақ Иә. 1.80, 1.78 бойымен мен емін еркін отырмын негізі. Иә? Иә. Жоқ, балаларға нағыз ғой. тіпті жаңағы терезелерінің авто жүйесі бар барлығында күшті ғой кейбір машиналарда жоқ тіпті Corolla'да жоқ Corolla қымбат қой бұдан жаңасы ода жоқ Мынада бар, иә? Естіп салыстырып келген кезде андай анау жақсы екен, мынаның бренді жақсы екен, мынау не жақсы екен деп айтудың қажеті жоқ. Адамның өзінің талғамына байланысты ғой, иә? Маған осы опция керек, мына опция керек, мына түсі ұнады деп кез келген көлікті алып, сөйтіп салыстырмалы түрде қарастырып сатып алуға болады негізі, адамның өзіне байланысты. Әйтпесе кейбіреулер мынау Chevrolet екен деп андай не қойып тастайды андай. Үстінен андай жаман атқан есеп тастайды да. Сол себепті өздеріңіздің талаптарыңызға байланысты. Қазір Қытайдың көліктерінің өзінде қатты сұраныс болып жатыр негізі. Оны 2-3 жыл бұрын кім ойлады бұл жерге? Қытайларды соншалықты сұрайды деп. Кезінде кәрістерді де менсінбегенбіз. Ескі санаталар есінде ғой. Сұмдық, иә. Крылолардың бәрі. Уақыт өте келе бәрі өзгерді ғой. Қытайлармен тура сол ертең. Қытайға қол жеткізе алмай қиналып жүрмейік, Құдай сақтасын. Ана Ресейдің бір автоблогерінен естіп қалдым да, барлығымыз Қытайдың заттарынан қорқушы едік дейді да, мынау Қытайдікі китайский деп ше. Одан кейін Қытайдың электроникасы ешқашанда жақсы болмайды деп айтатын едік дейді. Ал қазір біз китайский көлікпен жүреміз дейді. Тем более китайский электрокөліктермен жүреміз дейді. Сол себепті өмір боранда тұрмайды, бәрі өмір өзен аға береді деген секілді. Москвичтің өзі Қытай болып кетті. Достар, трекер алатын болсаңдар ше, мына болттар міндетті түрде ауыстырыңыздар. Бұл әшейін қалбыр, ішінде сапасы нашарлау. Болттарына. Ауыстырыңыздар, болттары. Бұл уақыт өте келе ісінет, қалбыр темір ғой мынау, 100 теңге. Уақыт өте келе ісінет те өзінің бастап кейпін жолға. Иә, кілттің басы теске кірмейтін болады. Мұнар ауыстырылған ба? Жоқ, ауыстырған жоқ. Өйткені көп жүрмеймін ғой. Машина жаңа әзірше жүруге болады. 3-4 жылдан кейін шығатын проблема ғой ол. Тағы да қандай осындай айтуға тұрарлық нелер бар, мәселелер. Так, қандай мәселе бар басқа? Білмеймін енді. Мейлінше бронепленка жасаңыздар, бамперлерін қорғап. Ашылмаған шығар әлі? Капот ашылмаған. Астында қорғаушы жоқ. Орнатыңыздар жігіттер. Трекер алатын болсаңыздар, ақшаны аямай, астына мотор қорғаушын орнатыңыздар.
жоқ әдемі екен. Мына эксклюзив қазір Олжас көрсетейін деп жатыр қалай болатынын келесі трекерде. Климат контрольді басқару блогының шайбалары тура осылай қалады. Мына жерде автопаркинг жүйесінің батырмасы болады. Мына жерде қосымша жылыту жүйесінің түймелері қойылады. Басқа ешқандай айырмашылық жоқ. Мына жерде круиз контрольдің түймесі болады. Сол жақта мына жерде заглушкалар көрінеді. Енді осы жерде кнопкалар қойылады. Ал басқа ешқандай өзгеріс жоқ. Сосын былғары Өзгереді. Иә, сапасы өзгереді. Өздеріңіз көріп жатарсыздар. Маған негізі мына былғары ұнады. Қытайлық машина комплектпен жасалған трекердің былғарысы көбірек ұнады. Сол. Басқа өзгеріс болмайды. Мына жақ сенсор болып өзгеріп, формасын өзгертіп ондай болмайды. Жоқ, ол үшін түбегейлі жаңа разработка керек қой. Олжекеңдікі қандай, комплектациясы қандай деген адамдарға осындай міне. Red line, қызыл, мындай линиялармен, шоқтарымен. Сол ендеше не істейміз, шығарылымы ұнады деген ойдамыз. Пікірге жазыңдар, көптеп сұрадыңдар. Біз сұраныстарыңды орындауға тырыстық. Олжекең бірден келісіп келді. Рахмет айтамыз, алғысымызды білдіреміз. Иә? Шығарылым өзіңе қалай, Олжекең ұнады ма? Әрине ұнайды ғой. Ереке. Саған тек қана сәттілік, контент көбейе берсін. Өмірің мәнді, отырысымыз сәнді болсын. Сол үшін келесіде кімді шақырай, Құдай қаласа жазыңдар. Енді Алла қаласа Олжекеңді келесіде 7 адамдық көлік алған кезде құттықтап барып, міндетті түрде шығарылым түсіреміз деген ойдамыз. Сол күнде бұйыра берсін, Құдай қаласа. Қанша уақытта? Білмеймін, әшейін айтқаным ғой, негізі 7 орындыққа ұмтылам, бірақ басқа машинаны қарастыруым мүмкін. Өйткені әр апта сайын жаңа машина айдаймын да, ғашық болып қала беремін. Қайта. Сондықтан ойым өзгере береді. Автомобиль деген андай. Мынаны жеңгеміз естіген. Сұлу қыздар секілді ғой. Ести бершін. Автомобильдер сұлу қыздар секілді бір-бірінен асып түсіп жатады апта сайын. Сондықтан ғашық қала бересің. Сол үшін кеше кімді танисың ба, танымайсың ба, Саганы, Сағиев Еркебұлан деген. Сайердің жанында жүрген жігіт қой, видео түсіретін. Сол өзінің сторисіне өте мықты не салды, контент салып отыр. Біреулердің, видеоблогерлардың, автоблогерлардың несімен, сезімдерімен өздерінің сезімдеріңді шатастырмаңдар деп. Видеодан көріп жатқандарың олардың сезімдері дейді. Ал сендер өздерің қолдарыңмен ұстап, көріп, мінгеннен кейін сендердің сезімдерің мүлдем бөлек болуы мүмкін дейді. Сол себепті осы жерде Сагаға респект, жақсы айтылған сөздер екен. Мен келсем, Олжек келсіз? Иә, расымен солай. Сол үшін барлығын кез келген Cherry Tiggo болсын, жаңағы сол жаққа мысалы Майкардың несіне барып, хабарласып, сендер тест-драйвқа алсаңдар болады, кез келген көлікті. Ол Cherry болсын, басқасы болсын, Haval болсын, немесе қандай бар та, Chevrolet Tracker болсын, кез келген көлікке барып, тест-драйв мініп, мысалы біз айтқанымыз бөлек, сендер біздің сөздерімізге бағана біз мына жақтағы пікірлерге келіспей отырмыз ғой, Олжекең келіспей отыр, келіспеймін ондаймен деп. Сол секілді сендер де біздің сөздерімізден келіспеулерің мүмкін. Сол үшін бұл өмірдегі қызық сезімдер, қызық ощущениялар дейді ғой, ол өздеріңнің бастарынан өткен сезімдер. Сол үшін соған тырысыңдар, өздерің сынап көруге, өздерің ұстап көруге тырысыңдар. Сол үшін қорсаспаймыз, келесі кездескенше. Рахмет Олжеке. Жақсы, сау.